Қажетті құралдарымызбен таныстырып өтейін. Бізге жіп қажет екі түстегі дегенде негізгі түстегі жіп және қосымша кішкене жіп керек сәндегенге. Ілмек керек, 2 мм ине керек, спица керек және қайшы керек. Спицаны 3 немесе 4 миллиметрдегі размерін алсаңыздар болады. Пинеткемізді бастаймыз, яғни бізде жіпті екі ұшы бар. Біреуі мынау басы, біреуі клубықтан шығып жатқан бөлігі. Кішкене бөлігін қалдырып, осы ұшы жағын бас бармағымызда, ал клубықтан шығып жатқан үшін сұқ саусағымызға ілеміз. Сөйтіп екі жағында үш саусағымызбен қатты емес, жайда емес, орташа қысыммен ұстаймыз. Спицамызды қабаттап аламыз, екі қатар біргеші. Қазір ілмек алып болғаннан кейін бірінші қатар тоққан кезде, бір спицаны босатқан кезде бізде тоқу жеңіл болады. Енді ілмек алып бастаймыз. 26 ілмек аламыз. Міне спицамызды сұқ саусақпен бас бармақтың ортасындағы жіпті іліп, бас бармақтағы жіптің астынан кіргіземіз. Міне сөйтіп сұқ саусақтағы жіпті ілемізді, сол қайтадан астымен шығарамыз. Сосын бас бармақтағы жіпті жіберіп, астыңғы жағынан тартамыз. Міне осы бізде бірінші бастаған кезде 2 ілмек ілінеді, кейін 1 ілмек. Мына 2 ілмекті 1-2 деп санаймыз. 2 ілмек болып саналады, яғни екеуі 1 ілмек емес, екеуі 2 ілмек болып саналады. Келесі ілмектерде дәл солай бас бармақтың астынан кіргізіп, сұқ саусақтағы жіпті іліп аламыз да, бас бармақтың астымен қайтадан шығарамыз. Бас бармақтағы жіпті босатып, астынан тартамыз. Міне бізде 3 ілмек болды. Осылай 26 ілмек аламыз. Міне 26 ілмек алдық. Енді мына бір спицамызды шығарып аламыз. Осы жерде абайлаңыздар. Жинап алып қойған ілмектеріңізді шығарып алмаңыздар, тартамын деп. Міне бізде 26 ілмек. Міне көрдіңіздер ме? Бір спицамызды шығарып алған кезде ілмектеріміз қимылдап, тоқуға ыңғайлы болып тұр. Мына жерден бір байлай салсаңыздар болады. Қазір бізге тоққан кезде ашылып кетпеу үшін. Жай ғана бір түйіп қоя саласыздар. Енді міне қалдық ұшы қала береді. Кішкене нелік тұра берсін. Ең соңында жалғайтын кезде керек болады. Сол себепті ұзын қалса тұра берсін, қысқа қалса да тұра берсін. Ең соңында жасыруды көрсетемін. Міне клубықтан шығып жатқан ұшын сұқ саусағымызға ілемізде, қалған саусақтармен ұстаймыз. Мына жерде қалдық жіпті де осылай ұстап отырсаңыздар болады, кедергі жасамайды. Оң қолдағы спицамызға мына бірінші ілмекті іліп аламыз. Бірінші ілмек тоқылмайды. Бірінші ілмекті іліп аламыз. Соңғы ілмекті теріс тоқимыз. Қандай қатар болса да, әр қатарды солай бірінші ілмегін іліп аламыз. Соңғы ілмекті теріс тоқимыз. Себебі бізде жиегі тегіс болып шығу керек. Жиегі тегіс болған кезде бізде пинеткемізді тіккенде өте оңай болады. Әрі сіздер де қатты шатаспайсыздар. Міне енді бірінші ілмек іліп алдық. Накид жасаймыз. Накид дегеніміз міне мынандай, қараңыздар, оң қолдағы спицаға жіпті жай ғана ілеміз, келесі ілмекті тоқимыз. Осы іліп алған жібіміз накид деп аталады. Содан соң 11 оң ілмек тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Міне қараңыздар, оң қолдағы спицамызды ілмектің алдыңғы жағынан кіргізіп, сұқ саусақтағы жіпті іліп,
міне сұқ саусақтағы жіпті іліп қайтадан сол жолмен шығарамыз. Сөйтіп мына тоқылған ілмекті сол қолдағы спицадан шығарып жібереміз. Осылай 11 ілмек оң тоқимыз. Міне накид бірінші ілмек іліп алдық, сосын накид жасадық. Одан кейін біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ілмек іліп алдық. Накид жасаймыз. 2 ілмек оң тоқимыз. Біреу, екеу. Накид жасаймыз. Тағы 11 ілмек оң тоқимыз. Біреу, 2, 3, 11. 11 тоқыдық. Накид жасаймыз. Соңғы ілмекті теріс тоқимыз. Міне теріс тоқу үшін ілмектің ортасынан кіргізіп, жібімізді іліп алып шығарамыз. Келесі қатарды ешқандай өзгеріссіз оң тоқып шығамыз. Бірінші ілмегін іліп аламыз. Мына жерде қараңыздар, накидті былай тоқып жіберсек, міне мындай дәу тесік қалады бізде. Бізге ондай тесік керек емес, сол себепті біз жасырын ілмек қылып тоқимыз. Міне қараңыздар, оң тоқыған кезде міндетті түрде мына сұқ саусақтағы жіп мына сол қолдағы спицаның астында тұрады оң тоққан кезде. Ал теріс тоққан кезде үстінде тұрады. Осыдан шатаспасаңыздар, оң теріс тоқуда мүлде шатаспайсыздар. Міне жаңа былай тоқсақ дәу тесік қалып қалатын болғандықтан, міне былай жібіміз спицамызға іліп, былай айналдырып оң тоқи саламыз. Немесе айналдырғанға не қылмасаңыздар, енді бұл кішкене ыңғайсыз қиындау да, былай іліп алғанша, лучше айналдыра салған дұрыс. Тура спицаның ортасынан кіргізіп, арт жағындағы ілмек. Қараңыздар, біз жаңа оң ілмекті былай тоқыдық қой. А бұл именно накид іліп алған ілмектерде арт жағындағы бөлігінен алып тоқимыз. Одан кейін 11 ілмегімізді тоқимыз. Накидті осылай жасырын қылып тоқимыз. Сол кезде қараңыздар, ешқандай тесік, ешқандай дәу болып ойылып қалған жоқ. Міне қазір екінші накидті көрсетейін сіздерге. Міне қараңыздар, накидімізге келдіге. Накидті былай тоқсақ жаңағындай дәу тесік болып қалып қалады. Сол себепті оны жасырын етіп тоқимыз. Міне спицамызды арт жағындағы ілмектің артқы жағынан кіргізіп іліп алып тоқимыз. Қараңыздар, міне бізде ілмек жасырын айқастырылып, және екі сияқты болып тоқылды. Осылай қалған накидтің барлығын тоқимыз. Осы қатарда аяқтаймыз. Оң тоқимыз, ең соңғы ілмегін теріс тоқимыз. Үшінші қатарды бастаймыз. Яғни бізде қараңыздар, бірінші қатар тақ қатарда, яғни біз ілмек қосамыз, ал жұп қатарда ешқандай өзгеріссіз тоқимыз. Енді бізде қазір үшінші қатар ілмек қосамыз. Бұл біздің пинеткеміздің табаны. Бірінші ілмекті іліп аламыз, бір ілмек оң тоқимыз, накид жасаймыз, 11 ілмек оң тоқимыз. Біреу, 2, 11 ілмек тоқыдық, накид жасаймыз. Жаңағы біздің ортада 2 ілмек тоқыдық қой бірінші қатарда. Одан екі жағында 2 накид алдық. Сол 2 накидіміз енді 4 оң ілмек болып тоқылады. 2 накидіміз бар, басындағы 2 ілмегіміз бар.
барлығы төртеу болды. Накид жасаймыз. 11 оң ілмек тоқимыз. Біреу, 11 тоқыдық. Накид жасаймыз. Бір оң және соңғы ілмекті теріс тоқимыз. Келесі қатарды ешқандай өзгеріссіз оң тоқып шығамыз. Жаңағы накидтарымызды жасырын ілмек қылып тоқимыз. Соңғы ілмекті теріс тоқимыз. Қалған барлығын оң тоқимыз. Соңғы ілмекті теріс тоқыдық. Енді 5-ші қатарда тоқимыз. 5-ші қатарда, яғни қайтадан ілмек қосамыз. Бірінші ілмекті іліп аламыз. 2 ілмек оң тоқимыз. Накид жасаймыз. 11 ілмек оң тоқимыз. 2, 11 тоқыдық. Накид жасаймыз. 6 ілмек оң тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6. Накид жасаймыз. 11 ілмек тағы оң тоқимыз. 11 ілмек тоқыдық. Енді накид жасаймыз. 3 оң тоқимыз. 2 оң, соңғы ілмекті теріс тоқимыз. Келесі қатарды ешқандай өзгеріссіз оң тоқимыз. 6-ші қатарда. Жетінші қатарда тағы ілмек қосамыз. Бірінші ілмекті іліп аламыз. Содан соң 3 оң ілмек тоқимыз. 1, 2, 3. Іліп алған ілмекпен 4 болды, яғни. Накид жасаймыз. 11 оң ілмек тоқимыз. 1, 2, 11 ілмек тоқыдық. Накид жасаймыз. 8 оң ілмек тоқимыз. 1, 8 ілмек оң тоқыдық. Енді накид жасаймыз тағы. Содан соң 11 ілмек оң тоқимыз. 11 накид жасаймыз. Оң тоқимыз 3 ілмекті. Соңғы ілмекті теріс тоқимыз. Мына көрдіңіздер ме? Біз соңғы ілмекті теріс, бірінші ілмекті іліп алғандықтан мынандай жегі тегіс болып шығып жатыр. Келесі қатарда ешқандай өзгеріссіз оң тоқып шығамыз. Енді 9-ші қатарда біз пинет киіміміздің биіктігін шығарамыз. Қараңыздар, бізде табанында былай көбейді, мына жақтан былай бітіп, мына жақта ортасында былай және мына жағында былай. Табанын шығардық.